Ассаламу алейкум, урметлі серджилер. Бу UATV студияда Украина хаберлері бүгін июньнің 15-ші жумақшымы күні. Қырымлыларны арби хызметке чағырып, Русия халқара қайдаларны боза. Бұның ақында Украинада Бірлешкен Миллетлер Тешкілиятының инсан ақлары бойынша незарет иетінің әсабатында айтыла. Бұның елевесі қада Тешкілят Кремльден Қырым татар халқына қаршы сыныравларны ләғу етмекве артық оларны құланмамақ талап еті. Меджлис ясағыны да ләғу етмеге чағыралар. Бірлешкен Миллетлер Тешкілиятында бұ кебі сыныравларының мүмкін олмағаныны ақындаки Гага мәхкемесінің қарары ақында хатырлаталар. Пентагон Украинаға ағыр селянын берілмесіні музакере еті. Бұны Украин парламентінің спикері Андрей Парубий Америка Қошма Штатларының зейреті вақтында білдірді. Ве Конгрессны Украина топырақ бұтынлігіні пекетілмегенже Русияге қаршы санкцияларны артырмаға чағырды. Кремльнің истиляи сиясетінде жиді қаршылық olur. Русия матбуат васталарының невбеттеки яланы. Россия 24 телеканалында Украина арбейлерінің мевзімлеріні қалдырғаны ақында левха чықты. Видеода женкеверлер сығанықларда юреве бала ресімлерінен Украин темсалеріні тапа. Видеоны чықарғанлар Украин рақы ве Львив бирасыны да қошты. Мудафа назерлегінде дейлер ки видео санлаштырылған. Мемлекетнің имайеджелері мевзімлеріні қалдырмай. Русия Қырымда ташынмас малның дорт бөчік бенден зияды объектіні қанынсыз суреті мұсадыре етті. Бұны Бірлешкен Миллетлер Тешкілиятының инсан ақлары бойынша юқары комиссарының идаресінде білдірелер. Айтқанлары кебі Қырымда девлет ве шахси Украин мүлкиетінің милелештіруі девам еті. Халқара ұқу құройжыларының қайд еткені кебі Русияде тазминатны назарда тұтқан мақсус қанун қабыл етілген. Амма ақиқатта есе оны тек базалары ала. Шахси инсанлар, экстремизмде қабатланған инсанлар истисна ола. БМТ бұл себептен хусусан қасевет еті. Чүнки экстремизм еле көреш аққында қанунны Русия пексік қолана. Иқтисади инкишафның тезлештірілмесі инфляция вет девлет боржының эксілтуы. Украина назерлер кабинеті 2020 сенесіне қадар бюджет бияннамесінің лейхасыны таздықлады. Бұл вақытқа қадар ғайры сафи мақсулатының артмасы 4% тешкіл етмелі. Бюджет қытлығы есе 2%. Инфраструктура лейхалары вес санайы дестігі ярдым етер. Бұның еле үкіметте орта айлықның орта жағының тахмин етелер. Бұл сене $270 қадар. Мы закладаем последовный риск. Иктисадиятның ишченің кешафыны назарда тұтамыз. Яқын кележекте 2-3-4-5% қадар көтерілмелі. Демек, Украинада иктисадият илерелемеге башлар. Ишелердің артырмасы üzerinde çalışacağımız. Инфраструктура меселелерінің ал етілмесі, мемлекетімізде аққайдынышывлеріні темин етежек меселелерінің üzerinde çalışacağımız. Темел seviyesini koyamız. Ama iqtisadi inkişaf, islahatlarını ne kadar keyfiyetli ve tez surette eteceğimizге bağlı. Ця бюджетна резолюція кардинально відрізняється від попередніх років. Bu bюджет beyannaması evvel olğanlardan gayet farklana. Devlet maliye vasıtalarını birinci növbette yapılacak islahatlarga yöneletken strategik vesi qadır. Böylelikle biz iqtisadiyat inkişafının planını meydana getiremiz ve gelecekni de көз özümüzge alamız. Украина yolları hafsızlıca olur. Hükümet 2020 senesine kadar tedbirler planını tasdiqladı. Onun sayesinde yol kazaları neticesinde ölüm sayısını 2 kere eksiltmege mümkün olur. Bunun için alqa çözüvleri ve aylanuf yollarını kuracaklar. Yol üstü ve astı piyade geçitlerini yapacaklar. İntelektüel nakliyat tertibatlarını meydana getirecekler. Misal için ağırlık kontrolünü. Дорожній фонд передбачає, що Yol fondu vasıtalarının 5% yollarda hareket hafsızlığının temin etilmesine ayrılacağını nazarda tutam. İlk sefer bizde hafsızlığının temin etilmesi boyunca maddemiz var. Beklenilgeni gibi gelecek sene hafsızlıkka $60 milyon ziyade akça ayrılmalı. 2019 senesi 95 milyon. 2020 senesinden en azdan $135 milyon.
Халқара дебют Украина АН О-132 учағыны Франкистанда Ле-Бурже ава салонында көстережеклер. Яны учақның нумайыш учушылары программасында тақдим етежеклер. Украина учақның халқара севесінде илк тақдимы олажақ. О 9 тоннадан зияде юкны көтере біле. АН Сауди Арабистанның сымарашы бойынша япылған. Антонов шirketi 80 учақның япылажағы ақында меморандумны имзалаған еді. АН 132 Антонов сырасында Русия қысымлары олмадан япылған бірінші учақтар. Роумингсыз Авропа бірлігінде телефон байығы ве беянат фиятлары ұжызлашыжақ. Бүгінден башлап Авропа бірлігінің 28 аза мемлекетінде мобиль бағының роумингінің ләғу еткен қарар әмелге кече. Весиқа өзерінде 10 ел девамында çalışтылар. Авропа бірлігі мемлекетлері бойынша сеат еткенлер өз мемлекетлерінде олған фиятлары бойынша телефон еті, СМС язажақ ве интернетні құланажақ. Роуминг парасының ләғу етілмесі қында Украинада музыкерелеріні кечере. Украинаның спорт ғалебесі Илья Кваша сувға атлама бойынша Авропа чемпионатында алтынны қазанды. Спортчу ярышларының башындан лидер олып 6 сессияның нәтижесінде ең чоқ бағаны қазанды. Ондан сон Алман Патрик Хаудинг ве Фрэнк Марк Россе келе. Кваша üçün Киевдегі зафері Авропа чемпионатындан 9-ынжы ұлан олды. Бұл сефер есе де спортчы алтын медалінің қиметі айырыдыр. Турнир Киевде кечеве июньнің 18-інде екенленежек. Ишғал етілген Қырым абитуриентлері 12 Украин Али оқу йортына сәділештірілген кетишат бойынша кере біле. Олар үшін бұл сене девлет сымарашының квотасы 900 ерні тәшкілеті. Деп білдірелер Украина Тасильве илим назерлігінде. Оқуш Запорожье, Николаев, Одесса ве Херсон векелеетлерінде кечежек. Незарет етілмеген территориялардан яшаған талебелер үшін сәділештірілген системада бұлтыр ішлеп башлады. Оның ярдымы еле 150-ден зияде бала Али оқу йортларына кірген еді. Бұл система Украина оқу йортына зәноосыз кірмеге имкан бере. Абитуриент девлет екенлейджі аттестациясының эки имтианының Украин тілі Украина тарихы бойынша имтианларыны бермелі. Бұндан сон оқу йортында профиль имтиан яда иджади ярышқа кече. Америка Қошма Штатларының Сенаты Қырым ишғалі Башар Асадның Сурия режиміне қол тұтуы ве 2016 сенесі президент сайлавларына кірішмесі себебінден Русияге қаршы санкцияларының күшіні арттырды. Бұның еле қанун лейхасында олған маддеге көре, Америка Қошма Штатларының президенті Конгрессінің разылығы олмаса санкцияларына не ләғу еті, не экселте білежек. Весиқа инсанықларының бозылуына Сурия үкіметіне селянын берілмесіне ве Русия үкіметі адындан япылған кибер үжімлерге алақасы олған инсанларға қаршы кірсеттілі. Бұның елі Русия иқтисадиятының эссас саларына да тейежек. Мәденжілік сасы, гемелерінің құручылығы ве демир yol сасына тесір етежек. Енді весиқа Конгресс темселжелері палатасына йоланылажақ. Анда да қол тұтсалар Дональд Трамптың имзалавына йолайжақлар. Үрметлі сәржелер, бұл дақиқаға сон ке хаберда дачо хаберлерні Укринформ сайтында оқи білесіңіз. UATV елі олыңыз. Көрішкенже, сағылықнен қалыңыз.